Ассалаумалейкум. Құйрық майды тек таңғы уақытта қолданыңыз. Себебі түстен кейін кешке қолданатын болсаңыз, құйрық май өз қызметін атқарып үлгермейді. Таңертең қолданған құйрық майдың пайдасы өте зор. Ол өтті сұйылтып, өт қабын тазартады. Құйрық май 99% майдан тұрады. Құйрық майдың пайдасын дәлелдейтін ғылыми деректер аз, бірақ адам ағзасына майлар керек. Майлар А, Б, Д, Е витаминдерді қорытуда басты рөл ойнайды. Яғни құйрық майды жегенде мөлшерін білу керек. Ал тым аз желінсе ағза энергиясыз қалады. Витаминдер қорытылмайды, гормондар азаяды. Таңғы уақытта құйрық майды шайға қолданар кезде егер өзін ғана жей алмасаңыз, нанмен және салатпен, қияр, әртүрлі көкөністермен жесеңіз жақсы болады. Себебі біздің ағзамызға тек қана май емес, әртүрлі углеводтар да қажет болады. Және үйдегі кішкентай балалар, жасөспірімдер бұл майды ұнатпайтындықтан осылай салат қосып берсеңіз жеп алады. Құйрық майды жараны емдеуде, тері ауруларында қолданған және денедегі ісіктерді де кетірген. Құйрық майда май қышқылдары өте көп. Құйрық майды тек тағам ретінде ғана емес, емдік ретінде де қолдансаңыз болады. Әртүрлі аяқ қақсағанда, тізеңіз қақсағанда және өкшеңіз жарылған кезде құйрық майдың пайдасы өте зор. Ол үшін құйрық майды жақсылап, жұқа етіп турап аласыз және де пищевой пленкаға қойып, оны аяғыңызға немесе ауырған жеріңізге тартсаңыз болады. Және бұл қолданылған майды бірнеше рет қолдануға болады. Қолданылған майды тоңазытқышта немесе салқын жерде сақтасаңыз болады. Жатырына суық тиген әйелдерде осы құйрық майды емдік ретінде қолданса болады. Дәл солай жұқалап турап алып, пищевой пленкаға қойып, ішіне тартып, жылы орамалмен орануы керек. Және бұл майды шешпей бірнеше күн бойы осы маймен жүруге болады. Ауырмаңыздар, ем болсын. Каналға тіркеле кетіңіздер. Қазақша контентті қолдай кетіңіз.